Өлкемізде әйне бәһәр мәусімі. Көпшілік орынларда жасыл макан акциясы өткеріліп, шаңарақлар үй қапталы қитақ жерлеріндегі меуе теректеріне ітібар қаратып, жаңадан нәлілер менен толықтыруға әрекет етпекте. Меуе нәлілерін отырғызғанда қандай сортларды егу зәрурлігі оғада әхметлі. Халықаралық арал бойы инновация орайында меуе нәлілерін егу бағдарында да халықаралық жойбарлар тикарында нәтижелі жұмыслар алып барылмақта. Хабаршымыз бұл жерде бағмалар мектебі жойбары тикарында ісленіп атырған жұмыслар менен жақыннан танысып, мағлумат даярлады. Бұл хақында қазіргі репортажымызда толығырақ сөздеді. Қарақалпақстанда ықылым өзгеруі, топырақта шорлылықтың көбейіп кетуі нәтижесінде түрлі меуе нәлілері отырғызылып, бақ жаратуда да машқалалар пайда болып жатыр. Осы машқалаларды шешуде һәм бақшылықты рауажландыру бойынша халықаралық арал бойы инновация орайы Германияның халықаралық біргеслесу жәмиетімен біргелікте интенсив бақшылықты рауажландыру қоспа жойбары тикарында жұмыс алып бармақта. Біріншіден бұл тамыр системасы, әлбетте интенсив бағылар үшін арнаулы тамырлар болу керек. Оқ тамыры жоқ, шашақ тамырға ие болған. Бұл паспойлы, орта паспойлы теректер үшін арналған тамыр системалары көбейтіліп, бұл жерде артымызда көріп тұрған тамырларымыз әммесі бұл Германиядан алынып келіп, Қарақалпақстан шариатында адаптация процесінен өткен тамырлар болып есептелінеді. Яғни бұл жерде алма, алмұрт, бехи ағаштары үшін сабылу мақсатында келінген көбейтіп атылған тамыр системасы. Аналық материалдар, яғни дүние жүзінде осы талапқа жоғары болған экспортқа шығатығын алма, алмұрт сорттары алып келініп, осы тамыр системаларына сабылады. Бұл жерде тамырды қалай көбейтуден бастап, қандай қылып сабылады, қандай қылып суғару системасы ендіріледі, қандай схемада егіледі, осы мақсатта бағмаларды оқытады. Халықаралық арал бойы инновация орайындамыз. Міне бұл жерде интенсив бақ мектебінде, міне осы жойбар тикарында бұл жерде қазір мынандай нәлілер таярланып жатыпты. Мынау егу үшін таярланған, қыс айында таярланған алма нәлі. Енді бұл қалай таярланады һәм бұл қалай егіледі, бұл хақында осы жерде Қанегеден толығырақ біліп аламыз. Берді біздер вегетатив ұсылда пайбантакты көбейтіп, соған меуе нәлілерін сабу арқылы нәл жетістіруді жолға қойып жатырмыз өткен жылдан бастап. Әзір менің алдымда мінекей М106 пайбантак деп айтайық, пайбантагы бар мінекей. Әзір міне іс процесін көріп жатырсыздар, мен қопарып жатыр. М106 деген алманың пайбантагы деп айтылады бұл. Біздерге абзалдық жері М106 пайбантакқа сабылған алма нәлін біз қалеген формада келтіріп тәрбиелауға мүмкіндік жаратылады. Бұл мысалы қалесеңіз бойын 2 метр қылып қоясыз, қалесеңіз 3 метр қылып қоясыз. Егер өзіңнің неңізге қарап, өзің формасын шығарып алуымызға мүмкіндік береді. Егер бұрынғы өздеріміздің тұқымдан шығарылған нәл болса, олар өсіп кетеді, 4-5 метрге оны ұстап тұру мүмкіндігіміз жоқ. Шүрлік сау деп айтылады. Бұны мүмкіншілігі барынша меуе ағашы ұйықтап жатқан уақытта істеген жақсы болады. Бұлар енді мен мысалы таярлап қойған, қыс айында таярлап қойдық біз бірнешесін. Әзір сокодовжені енді бастанып жатыр, бұны әзір істеп көрсетіп жатқаным бұл. Бұны әм уақыттағы ызғар жерде сақтанып қойылады. Сөйтіп ертең жер қызғаннан кейін, торпақ қызғаннан кейін жерге апарып отырғызамыз. Біздің жергілікті меуелеріміздің бойлары бәлент болып, тамырлары тереңге кетіп, ізейге жеткенде өсуін тоқтатады. Ал бұл интенсив бақта жетістірген нәлілердің тамырлары шашақ тамыр болып тереңге кетпейді. Оларды жер майдаларына егуде де қолайлықлар болады. 1 гектар жерге жергілікті меуеден 400-450 түп егілсе, интенсив меуе нәлінен 3,5 мың түпке шекем отырғызып, ұзағы менен 3 жылда меуе алуға болады. Соның менен тамышлатып суғару системасы енгізілгеннен соң суды үнемдеуде де интенсив бағлардың пайдасы жоғары. Бұл жойбар тикарында бүгінгі күнге шекем 200-ге жақын бағмалар оқытылған болса, осы тамырдан сабу ұсулын комплексті түрде әмелиятқа енгізу жойбардың басылы мақсеті болып табылады.